болып күмбірлеген қазақ даласы, ән болып әуелеген қазақтың аспаны, көмейінен ән төгілген жезтаңдай әншілер, бал бармақтан күй ағытқан майталман күйшілер сал домбыра хабарында. Қайырлы кеш, қадірі қашанда артық тыңдарман. Сіздермен бірге Жадыра Жұмакүлбай, назарларыңызда Қазақ радиосының арнайы эфирі, сал домбыраның арнайы эфирін арнап отырмыз. 75-72-75 байланыс нөміріміз. Дәл қазір тікелей эфирде қызмет етіп отырғанымызды естеріңізге саламыз. Бүгін бізге сонау сыр өңірінен, Қызылордадан арнайы ат артып 6 жыршы келіп отыр. Жаңа ғана көлікпен шығып, кеше көлікпен шығып бүгін жеткен еді. Бірден қонақ үйге жүктерін тастаған бойда бізге келіп отыр. Сіздерге рахметімізді, алғысымызды білдіреміз. Ертең Алла қаласа елордамызда Ұлы дала жырлары атты концерт болады. Соған арнайы келіп отырсыздар, е? Бүгінгі қонақтарымызбен таныстырып өтейік. Марат Сүгірбай, Күнсұлу Түрікпен, Нұртілек Ақтаев, Нұрайым Ерталапқызы Айдар Үсенов, Ерсейіт Әлиев. Бұл кісілер сыр өңіріндегі Жиенбай, Нартай, Нұртуған ақындардың жыр мектептерінің өкілдері болып табылады. Олай болса, қош келдіңіздер. Рахмет. Ал енді ертеңгі концерт жөнінде айта кетсек, Ұлы даланың жырлары деп аталып отыр. Бұл ненің құрметіне, кім ұйымдастырып отыр, сіздерді кім бастап келді дегендей. Қызылорда жақпа, елордамыз жақпа, қай жақтың? Рахмет. Ұлы дала жырлары фестивалі. Бұл айта кетуіміз керек. Ерікті жастардың, мына өнердегі ерікті жастардың ұйымдастыруымен және Нұр Отан партиясының қолдауымен өткелі отырған Нұрсұлтан қаласындағы үлкен сыр бойы дәстүрлі жыршы термешілердің, оның ішінде жас жыршы термешілердің үлкен концерттік бағдарламасы. Енді елбасының рухани жаңғыру, болашаққа бағдар және Ұлы даланың 7 қыры, соның 5-ші тармағындағы Ұлы даланың фольклоры мен музыкасы туралы айтылған болатын. Және оның үстіне биыл 2019 жылы жастар жылы деп бекіткен еді. Мінекей осындай ауқымды шаралардың арасында ұйымдастырылып жатқан шаралардың бірі деуге болады. Менің сол жақ қапталымда отырған Марат Сүгірбай деген азамат, өздеріңіз дәл қазір ютубтағы қазақ радиоларының арнасынан көріп отырған боларсыздар. Қолында қыл қобызы бар. Қорқыт атамыздың бастаған қобызбен айту дәстүрінің өкілі, жыршы. Осы жерде сұрақ туады. Жалпы Қызылордада жаппай жыршыларды жырау деп атайтын көрінесіздер, Жырау деген Берік Жүсіповтің еңбегінде тайға таңба басқандай айтады. Бүгінде сыр өңірінде жырау жоқ дейді, о кісі айтады. Жырау деген кәдімгідей дәстүрі, дәрежесі бар, хандардың қасында жүрген, кеңес айтқан, билікке араласқан үлкен жыраулар, бұхар жырау дегендей. Ал бүгінде өзінің жанынан шығарған адамның өзін неге жырау деп айта беретін болып кеттік? Мысалға, сіздің инстаграмдағы парақшаңызда өзіңізді жырау деп жазып қойыпсыз. Марат. Рахмет. Енді бұл үлкен ғылыми талқылауға және үлкен ғалымдардың арасында лайықты және арнаулы осы саланың мамандарының арасында талқыланатын үлкен мәселе деп қарастырамыз. Енді жалпы жырау туралы ұғымда енді қазір дәстүрлі осы фольклор танушыларда түрлі өздерінің байламдарын, бағамдарын айтып жатыр. Негізінде жырау жалпы өзіндік мақамы бар, біріншіден. Екіншіден, ол өзі ақындық қабілеті бар. Үшіншіден, орындаушылық қабілеті бар адам болу шарт. Бұл бірінші мәселе. Екінші мәселе, жыраудың ішінде жорық жырау деген статус болған. Бұл сол сіз айтып отқан жыраулардың ішінде бұхар жырау, Шыңғыс ханның кезінде кетбұға жыраулар, бергісі Кенесарының қасындағы қобызбен жырлаған Нысанбай жыраулар, ең жоқ дегенде Жанғожаның қасындағы Төремұрат жыраулар, бұл жорық жырау деңгейіне араласқан. Жорық жырауына деңгейіне араласқан адамдар орда билерінің ішінде өзіндік орны бар, арасында да халық билігіне, халық арасындағы мәселелерге тікелей қатынаса алатын, өз ойын білдіре алатын, халық пен хандықтың арасындағы үлкен дәнекер, үндеуші, синкретті тұлға болып есептеледі. Енді қазіргі заман өзгерді, өзіңіз білесіздер, біз хандық дәуірде өмір сүріп отқан адамымыз. Кез келген тұлғаның өзінің миссиясы заман ағымында, қоғамдық процестерде, қоғамдық үдерістерде
бірі алынып бірі салынып отырады. Сондықтан енді жалпы жырау жоқ екен, жыраудың заманы біткен екен деген дүниеге түбегейлі қарсы өнерпаздар бар. Жырау деген атты бәрібір де халық бермес пе еді? Адамның өзіне теліп алғаны біртүрлеу емес пе? Одан кейін бұл жаспен, кемелділікпен, біліммен, ақыл парасатпен, ол адаммен халықтың бәрі санасатын адам болу керек, меніңше. Енді сіз өзіңізді басқаны қойып жыраумын деп ойлайсыз ба? Мәселеде енді мен жалпы өзім жырау едім деп бір арнаулы жерлерде өзімді бір жар салған адам емеспін. Мен жаршымын, термешімін. Енді болмасаң да ұқсап бақ деп біз енді жазылып кеткен болар енді жырау деп мен бермеген екенмін инстаграмда парақшамда өзім. Негізінде жырау ол енді расында да сіз айтып отқандай үлкен ауқымды дүниелерді қамтитын тұлға. Халық беретін атақ болғаны дұрыс шығар деп ойлаймын. Әрине ол халық береді, және жыраулық деңгейдегі талаптарға сай болу керек ол тұлға. Басқаларыңыз жыршы екендеріңізді және осы жыршылық сырдың дәстүрін жалғастырушы, жеткізуші екендеріңізді мойындайсыздар ғой, Олай болса, бірінші бүгінгі эфирдің бісмілләсі дейік, сіздерде жыр бастау деп айтады. Кім бастайды? Маратқа кезек беріп отырсыздар ғой, Олай болса, енді аспаптардың да ең көнесі қобызға берейік. Қандай шығарма орындайсыз? Сырдың бойында уақытында 19 ғасырдың аяғында Бұхарадағы Көкілдаш Мирараб медресесінен білім алған түрлі шайырлар болған, білімді сол заманның. Солардың ішінде шоқтығы биік шайырлардың бірі Шораяқтың Омары дейді. Сол кісінің жастарға өсиет жалпы термесі бар еді. Соны орындап берген қобызбен. Енді уақыттың тығыздығына байланысты. Әділіс ағын судың арнасындай, әділ сөз болады семсері алмасындай. Дәнікпеуіне бойы өтірік айтып, жаласы қалмас бір күн жармасылмай. Шын сөзден шаш жетпейтін, көрсең залалы есесін егең төлер жалғасындай. Жалған сөз жасырынбас, жапсаңдағы шулаған өлім тіктің қарғасындай. Қараулық қолыңдағы ескектей ақ әділ сөз алыс жолдың арнасындай. Алғанға ақыл артық айнымайтын, шаң соқпас сабыт жердің ордасындай. Асалтық ақымаққа ашу бітет дарияның бұры аққан ормасындай. Және де жағымпаздық құр қошемет, жалған сөз жалдаптардың жарынасындай. Жігітке жаңғалақтық жараспайды, сиырдың тайын демген ардасындай. Түпсіз ой тұрақсыз іс, білімсіз күш қалбиған қарақшының жалбасындай. Білгенге білім байлық, бағасы артық, салмағы сан жетпейтін қорғасындай. Үйренсең өнер білім, өшпес мұра, таусылмас тау кененің қордасындай. Бәрекелді, Сал домбыраның арнайы эфирі. Тікелей эфирде Қазақ радиосында Марат Сүгірбай, Күнсұлу Түрікпен, Нұртілек Ақтаев, Нұрайым Ерталапқызы, Айдар Үсенов, Ерсейіт Әлиев бізде бүгін тікелей эфирде қонақта отыр. Сырдың бүгінгі сүлейлері деп айтсақ болады. Ендігі кезекті домбыраға берсек, кім бастайды? Сырдың бір Жиенбай жыраудың мектебінен Ерсейіт, сіз ғой. Алдымен қандай шығарма орындайсыз? Көңіл күйіңіз қалай? Жолдан шаршап келген жоқсыз ба? Көңіл күй тамаша, шаршаған жоқпыз. Ұмытып кеттіңіз бе бәрін? Шаршағаныңызды? Сізді көріп барлығын ұмытып отырмын. Ой, бәрекелді. Бізге осы жыршылық өнерді жеткізуші десек те болады. Кешегі жаңа берген жыраудың інісі Сахитжан жырауға шәкірт болған Жақсан Тәңірбергенов деген ұстаз өтті. Біз сол Жақсан жыраудың баласы Айбек Тәңірбергеновтың шәкіртіміз.
сол жақсан жыраудың бастауын орындап берейін. Бәрекелді. Өсиеттерім есімде. Беу деп дем беріп отырсаңыздар әріптестеріңізге. Өлең айтсаң, ән салып, халқың бір ұйып тыңдасын. Төрелік келсе алдыңа, өлсең де айт турасын. Жолдас болсаң жақсымен тенгір мыңға бір басын. Жалтарып кетпес сәл жерде жұмысың бітіп тыңғасын. Қайта келмейді орнына, алмаста қылыш сынғасын. Жолдас болсаң жаманмен ашылмай таудан бір басың. Атана деген ұлықты өлгеніңше сыйларсың. Жаман деме жарыңды, Құдай жұптау қылғасын. Сүйгені сұлу әркімнің ырысы содан жанғасын. Десті бермейді кей жаман, шайға бір терлеп қанғасын. Үйінде отырып шалқиды теңгеріп мыңға бір басын. Қомпиған менен не пайда йоу, көрілмейді бірақ қырбасын. Кедейлерді кемітпей теңгерер бір күн атбасын. Байлық пен бақыт бұлыты тарқамай ма күн жауғасын. Не алып кетті өңгеріп ақыл болса ойларсың. Тіршілікте шалқып қалу кейінгіге де сөз қалсын. Ой, бәрекелді. Жаңа ғана сіздерге жақсан жыраудың бастауын орындап берген Ерсейіт Әлиев болатын. Тікелей эфирдеміз. 6 бірдей жыршы, орындаушы бүгін біздің Қазақ радиосының тікелей эфирінде отыр. Тура менің қарама-қарсы бетімде Нұртілек Ақтаев деген Нартай мектебінің жалғастырушысы, кеше ғана дүниеден өткен Бекпейісов Құрманбек деген ағамыздың төл шәкірті екенсіз, е? Жалпы ол кісінің аузынан қанша жыр терме алып қалдыңыз? Нартайдың шығармасы бар, Тайжанның, басқа да осы сырнаймен айту дәстүрін. Енді қанша деп есептейтін еш жоқ, жалпы. Сізге дейінгі бүкіл сырнаймен айтылатын жыр терменің барлығын білем деп айта аласыз ба? Жоқ, барлығын білем деп айта алмаймын. Бізге дейін жеткені бар, жетпегені бар. Құрманбек ағам. Ренжімесеңіз микрофонды жақынырақ ұстасаңыз. Құрманбек ағамыздан үйренгенімізді ел арасында айтып жүрміз. Шамамыз келгенше оқушыларға үйретіп жүрміз, ұстаздық етіп жүрміз. Шамамыз келгенше. Қай жерде ұстаздық етесіз? Сол өзіміз тұратын Шел ауданында әуез мектебі, балалар әуез мектебінде, осы Нартай мектебі бойынша дәстүрлі ән, жыр, терме бойынша балаларға сабақ береміз. Сол жерде үйретіп жүрміз. Осы жерде барлығыңызға, жалпыңызға, алтауыңызға бірдей сұрақ туады. Жалпы мынау жыраулық дегенді зерттеген аталарымыздың бірі Шоқан Уәлиханов қой. Ол кісі айтады, осы ата-бабамыздан жеткен осы бір ерлік, халыққа деген сүйіспеншілік жырларды шашасына шаң жуытпай, мұраны ауыздан ауызға жазбасыз, баспасыз, даланың бір шетінен екінші шетіне жеткізу ғасырдан бойы біріншіден ойда сақтау қабілетінен, екіншіден суырып салмалық импровизациялық қазақтың қасиетінен дейді. Сіздердің ойлау қабілеттеріңіз, есте сақтау қабілеттеріңізге жырды жаттау қаншалықты әсер етті? Кез келгеніңіз, Күнсұлу. Енді өзі жаңағы өнерде табиғатынан ғой, енді қасиетті киелі өнер
сонау атадан балаға мирас болып осы уақытқа дейін мына үлкен жолды жалғап келе жатқан ақын жыраулардың үлкен ізгі жолымен міне күні бүгінге дейін осы міне өнердің осы мұрагер ұрпақтарына саф алтын күйінде қалтқысыз жетті. Жаңағы өзіңіз айтып отырған ұлттық жат дейміз, сосын жаңағы құймағұлақтық әдіс бар. Міне осы кезіндегі әлімсақтан міне күні бүгінге дейінгі жыраулардың осы қоғамдағы жаңағы орны, негізгі мақсаты бұл халықтың жаңағы рухани ағартушылық бағытын арттыру. Сол мақсатта да біздің осы уақытқа дейін қаншама 500-ден аса біздің эпостық мұраларымыз сол күйінде жетті, мысалға өлең күйінде жетті. Қаншама біздің бір ғана ақын Тұрмағанбеттің, мысалға бір ғана жаңағы Қашаған Күржіманұлының, бір ғана жаңағы Омар Шұраяғұлының деген сияқты шайырлардың бүткіл еңбегі осы құймағұлақтық әдіспен жыршы жыраулардың орындауында бірінен кейін бір іліп алып кетіп, сол жаңағы жатпай тұрмай сол жалғастыру арқылы жаңағы ол мейлі домбыраның сүйемелдеуі болсын, ол мейлі кәдімгі ауызша таралу жаңа бағытында болсын, күні бүгінге дейін міне солай сақталып бізге жетті. Енді қазіргі таңда осы жас жыршы жыраулардың жаңағы өзіңіз айтып отырған есте сақтау қабілеті, жырға деген бейімі, ол әрине енді бойында атаның қаны, ананың ақ сүтімен келген осы қасиетті өнерге өзінің бейімі болғандықтан, бұл бұл өнерге деген жырды жаттау, оны халыққа кәдімгі өзінің жаңағы деңгейінде ұсыну, оны белгілі бір мақам сазға салып ұсыну, бұл кәдімгі өнерпаз үшін, жыршы үшін таңсық дүние емес. Айдар, сізде Қармақшы мектебінің бір өкілісіз ғой? Нұртуған мектебінің, кешіріңіз. Айдар, мысалға, сіздің есте сақтауыңыз, ол міндетті түрде жыр дастан емес, кез келген бәлкім сіздің таныстарыңыздың телефон нөмірін, біреудің аты жөнін деген секілді басқа да дүниелерді жаттауға келгенде өзіңіздің құралпас замандастарыңыздан қарағанда жүйріксіз бе? Осының әсері болды ма дегенім ғой? Мықты жүйрік деп айта алмаймын, бірақ енді өзіміздің деңгейіміз өзімізге мәлім ғой. Бірақ енді сол жаттау қабілетте жалпы адамның өзінің сүйіспеншілігі жаңағы өнерге деген махаббатынан бастап оянады да, сол махаббат арқылы, сол өнерді жақсы көргендік арқылы, сол ана сөздерді, бабалардан қалған сөздерді жақсы көргеннің арқылы сол жаттау қабілеті бірінен соң бір дамып өзі адам шыңдала береді негізі. Ал өнерді жақсы көрмесе, өлең сүймесе, ол оны жаттай алмайды да, жаттауға несі де болмайды, құлқы да болмайды. Сондықтан жақсы көргендіктен сол махаббат, өнерге деген махаббаттан туындайды. Сіздерде мынау Нұртуған мектебінде, әсіресе Нұртуғанның кезінде шәкірттеріне қаншама жыр дастанды жаттауға тапсырма берген екен, оның ішінде бір міндетті дастандар болған. Солардың бәрін жаттасаң, демек ол кісінің сынынан өттің дегендей. Сол секілді таңды таңға ұрып жыр жырлау деген ұғым бар сіздер жақта, мысалға, әрқайсыңыздың қоржындарыңызда тоқтамай, енді күн деп айтамыз ба, сағат деп айтамыз ба, қаншалықты жыр болуы мүмкін орта есеппен айтқанда. Мысалға, Нұрайым, сізде, сіздің де дауысыңызды естейік. Менің жыр қорымда болашақта әлі де көбейтем. Енді әлі өйтіп үлкен кісілердің деңгейіне жеткен жоқпын. Таңды таңға жеткізіп жырлау қолымнан келмейді әзірге. Ең көп жырды білетін осы жерде кім? Өздеріңіз мойындаңыздар. Күнсұлу ма? Ал Күнсұлу. Енді қорыңда қанша жыр бар? Қанша сағаттық, немесе қанша күндік бір мөлшермен айтқанда? Енді жаңағы осы өнерге жастайымыздан келгеннен кейін, мынау конкурс дейді ғой, конкурсқа дайындалып біздің осы жыр қорымызға біраз дүние жаңағы толысып қалды, оны мойындауымыз керек. Енді қазіргі мынау алмағайып уақыт заманда өздігімізден бір кейбір кезде жаттағымыз келмейтіндей бір уақыттар болады. Бірақ осы конкурстық деңгейде біраз шығармалар жатталып қалды. Енді мен осы жасыма дейін 10-нан аса дастан жаттаппын. Бірақ соны енді қазір өтірік айтпай ақ қояйын, бір 2-3 ғана
Дұрыс айтасыз. есімде бар Конкурс шығар. дегенді дұрыс айттыңыз. Иә. Конкурс кезінде ғана білесіз, конкурстан кейін қайталамағаннан кейін ұмытылып өйткені кетеді. сұраныс жоқ жерде ол жаңағы өнердің тұрақты түрде дамып әрі қарай жылжып отыруы ол бәсеңдеп қалады. Неге десеңіз, мысалға қазіргі ұлттық өнердегі осы жыршыларды деп қана алайықшы, концерттік деңгейдегі бір немесе екі шығармасын ғана орындайды, одан артық оны орындауға концерттің деңгейінің уақыты жетпейді, немесе басқалай да себептер. Немесе бөліп орында Иә. бір шығарманы Аха, дегендей де иә. қазір дәстүр шықты ғой. Иә. Енді мысалға қазір жиын тойларда, астарда мысалға сондай бір үлкен шараларда жырауды қажет ететін, жыршыларды қажет ететін уақыттарда репертуары кәдімгідей керек болады. Сол уақытта көрінеді. Сол уақытта біздің де әлі бір жаңағы репертуарды жетіспей жатқан жерімізді өзіміз көріп қаламыз. Бірақ ондай сұраныс өте аз, сирек десек те болады. Мысалға, осы жақында халықаралық Өзбекстанда өткен жыршылардың байқауына Ұлжан Байбосынова апайымыз барып бас жүлдені иеленіп қайтты. Сол секілді өзге ұлт өкілдерінің жыршыларымен сайысқа түсіп көрдіңіздер ме? Олардың талаптары қалай екен? Қалай сынға түсіреді? Бір жырды бастатып жалғастырта ма, немесе бір тақырып бойынша сынға ала ма, қалай? Халықаралық байқауға қатысып көргендеріңіз бар ма дегенім ғой. Енді жаңа айтып отқандай талаптарға, ережелермен ондай бір бекітіліп келген емес, белгілі бір дастанды жаңа ұлт өкілдері тоқтатып қойып ары қарай жалғастыру туралы болған емес. Бірақ енді жалпы түркі халықтарына ортақ эпостарды мүмкін бөліп жырлауға болатын шығар. Мысалы, Көрғұлы дастаны деген сияқты. Болмаса өзбек халқымен алпамыс, қарақалпақ ағайындармен нені алпамысты жырлауға болатын шығар. Бірақ енді дәл ол деңгейде біз енді әлі ондай конкурсты көрген емеспіз. Және ол керек пе жалпы сондай нәрсе? Қажет. Негізі түркі халықтарына ортақ эпостар бар мысалы. Енді ол жалпы сипаты әртүрлі болуы мүмкін, ол сюжеттік оқиғалары, бірақ ортақ эпостар бар. Соларды түрік халықтарының жыраулары жалпы бірігіп жырлауға әбден болады деп ойлаймын. Енді жаңағыдай бір жерден тоқтап қалып ары қарай жалғастырып кету мәселелері ол енді бір нақты бір жолға түскен белгілі бір сарындағы жырларды жүзеге асыруға болады. Немесе бір оқиғаны аяқтағанша, иә? Иә, аяқтағанша. Бір жыршы орындаса, келесі оқиғаны келесі орындаса деген секілді. Ербол Ерсонұлы операторымыз белгі беріп отыр, дәл қазір жарнаманың уақыты. Киелі еркіндік, еншісі елімнің, ұлы отан асқарың беліммін. Құт мекен бақ қонған жеріммін, өзіңді жан салып қорғаған еріңмін. Реклама на Казахском радио. Мы рады сообщить вам о том, что в Гиперхаус открылся стильный, комфортный кинотеатр с новым оборудованием и с самыми удобными креслами. Самые лучшие фильмы и самый крутой репертуар. Кинотеатр «Кинопарк 5 Гиперхаус» на Дулати 200. Вся подробная информация на сайте kinopark.kz. В этой комнате бесконечное зло скрывается в проклятых предметах, и только она способна управлять им. Проклятие Аннабель 3. Смотрите в кинотеатрах Кинопарк Сиэтес, а также в формате IMAX. Билеты онлайн на сайте kinopark.kz. Телефон рекламной службы казахского радио в городе Нур-Султан 8 71 72 757 299. В городе Алма-Аты 8 72 72 613 555. Күй болып күмбірлеген қазақ даласы, ән болып әуелеген қазақтың аспаны, көмейінен ән төгілген жезтаңдай әншілер, бал бармақтан күй ағытқан майталман күйшілер Сал домбыра хабарында. Тікелей эфирде Сал домбыраның арнайы хабары. Дәл қазір студияда 6 бірдей жыршы термеші орындаушыларымыз отыр. Таныстыра кетейін: Марат Сүгірбай, Күнсұлу Түрікпен, Нұртілек Ақтаев, Нұрай Мерталапқызы, Айдар Үсенов, Ерсейіт Әлиев. Барлығы да халықаралық республикалық байқаулардың жеңімпаздары. Ертең
27 маусым күні елордамыздың төріндегі Қазақстан концерт залында сағат 4-те өтейін деп отырған Ұлы дала жырлары атты концертке арнайы сыр өңірінен келіп отыр. Енді жырға кезек беріп жіберсек, кім орындайын деп отыр? Нұртілек орындасын. Енді Нартай әндерін тыңдайық. Мектебінен Сырнайға кезек берелік. Қандай шығарма орындаймыз, Нұртілек? Ардайын бастауынан. Бәрекелді. Сырнайын ақын Нартай, қолын алсам жаңбырды аспан астына әнге салсам, құбылтып құйқылы жұтып шырқағанды шарықтап түстік жерге даусым барсын. Көңілім қыран құстай аспандағы ән желпіп үйір болды жастармаған. Бойыма біткен өнерім шыдадым бадай қалмадан. Келгенінде достармаған игигайым, игигайым, игигайгаком, игигайга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 гag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 
қатқан менен тау көтеріп артқан менен шерінің жатағына жаны жұмазы көрінбей жасырынып жатқан менен бәрібір қалыбынан асалмайды жау қазын ерте гүлдеп шашқан менен белгілі қазағымнан олар тайымен жаңғырта ән салатын аспан менен игага 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 ой игага гага гига гига игига гой гигига гига айя гига 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 игига гой гигига Ой, бәрекелді. Рахмет. Ой, бәрекелді. Кезінде Шораяқтың Омары ұстаздарым атты өлеңінде есткен жан тоймайтын шекермен сөзі барабар деп айтқан екен өзінің ұстазы туралы. Сол секілді жыраулардың сөздері шынымен де теріп айтылған маржандай ғой. Олай болса насихат жыр терменің біреуіне тағы не біреуіне кезек берейік. Нұрайым, қандай туындыны орындап бересіз? Нұртуғанның термесі. Ой, бәрекелді. Орындап берейін. Қабыл алыңыздар, Нұрайым Ерталап қызының орындауында Нұртуғанның термесі. Жаста қылған қайрадың жалынаған отпендің бар болып қайырым етпесең күні төмен жоқ пентең андамасаң асылда өтімсіз жібек шыт пендең жақсы болса жолдасың саған келген қот пендең жаман болса алғаның үйіңе кірген жот пендең тастамаса сөзіңді басыңа келген бақ пендең жас күндегі білгенің жазылып қалған хат пендең қаншама туыс болса да сыйласпаса жат пендең балаң болса жарымен сүйекке түскен дақ пендең туымды ердің шуағы сәулесін шашқан нұр мендең уәдеден тайғаның басыңа келген сыммен тең ардақтасаң атаңды асқар биік шыңмен тең қадір тұтсаң ініңді қорғаны биік белмен тең сыйлай білсең ағаңды қайыспас қара нармендең ош жеуінің бірлігі ай бір рудың ай елмендең
риза болды. Бәрекелді. Тікелей эфирде Сал домбыраның арнайы бағдарламасы сырдың сөйлеулеріне арналып отыр. Әрқайсыңыз Қызылорданың әртүрлі ауылдарынан, аудандарынан келіп отырсыздар ғой, жалпы шыққан жерлеріңіз. Әлі күнге дейін көзі тірі 90-ды, 100-ды, 80-ді алқымдаған қариялар бар ма жыр айтатын? Ауылдарда. Жұмабек Аққұлов ағамыз бар. Кәдімгі сол Мақпал Мақамды әлі күнге дейін сол көбіне жуық білетін, түгелге жуығын білетін, әрі жақсы салатын ағамыз. Ол кісіні іздеп барып арнайы жыр тыңдайтын кездеріңіз бола ма? Әрине болады, сәлем беріп барып тұрамыз. Осы сапардың алдында да ол кісіні көріп, батасын алып, сөйтіп шыққан жайымыз бар. Және де айтыскер ақын Махамбетқали Тұрсанов ағамызбен айтысатын Заманбек ағамыз бар, Замадин ағамыз бар. Замадин ағамыз да сол енді ол кісі бір жаңағы жыраулықтың ізіне түспесе де, бірақ мақамсыздарды бір адамдай салатын өнері бар. Сонау мынау кезіндегі атақты жыраулардың жібі үзілмей шежіре бойымен келе жатқан, осы күнге дейін жеткен шәкірттері бар ғой. Сол кісілерден мысалы өздеріңізде үйреніп отырсыздар. Нартайдың мектебі сізге солай жетті дегендей, Жиенбайдың мектебі сізге солай жетті деген секілді. Үлкен кісілердің жалпы ақылы, ол кісілердің батасы жолға, өнерге бастау болады. Жолын ашады деп айтады ғой, үлкен өнерде жүрген азаматтардың ішінде батасын алғандарыңыз бар ма іштеріңізде? Кімнің батасын алдыңыздар? Енді алғы ұстаздарымыздың көбісінің батасын алдық қой деп есептеймін. Енді жалпы осы өнердегі, дәстүрлі өнердегі шәкірт бой берген мына азаматтардың барлығы да ұстазының, сол өнерге қатысты азаматтардың көбінің ризашылығымен батасын алған, сенімін алған, шама шарқынша үмітін ақтап жүрген азаматтар деп айтуға әбден болады. Енді қазір енді 100-ге 90-ға келіп қалған адамды көрудің өзі бір енді қиын болып қалды ғой, оның үстіне жырау көру тіптен қиын. Бірақ енді осы өнерде өмірін өнерге арнаған қарияларымыздың, қардарларымыздың білеміз енді жетеді. Онда елдің арасында бар ғой, шүкір. Мынау Өсербай ағамыз бар, Нәзги Қоғашев деген ағамыз бар. Енді шынымен де жырлайтын үлкен алған деумен ғой жолын беріп. Апалар бар ма, әжелер? Набат Ойнарова апамызды білеміз. Енді өзіміздің осы жырға қатысты өмірде. Жоқ, кәсіби қумаса да кәдімгі ауылдың кәсіби музыкалық ешқандай білімі жоқ. Өздеріңіз айтқандай бұрыннан келе жатқан осы дәстүрді ұстанбаса да қолына домбырасын алып жыр айтатын. Ондайлар бар ғой, шүкір. Зәуре Кәрібаев апайымыз бар. Сыр елі, жыр елі деп бекер айтпаса керек. Өйткені сыр десе, жыр бірге елестейді. Әрине. Сіздерге де бекер келмеген, бекер қонбаған шара ата-бабаларыңызда. Мысалға, қайсыңыз атақты бір жыраудың ұрпағымын деп айтатын едіңіздер? Айдар, иә? Қай жыраудың? Бекбосын жыраудың. Бекбосын Қайрақбаев деген атамыз өткен өмірдің жырау. Осы ел аралап жүріп, өзі кезінде енді қиындау заман кезінде осы мал шаруашылығымен айналысып жүріп, ел аралап жүріп, бір жағынан жаңа жырды насихаттап, жырды айтып, осы Нұртуғанның Қарасай Ғази, Едіге дастандарын жалайтын сол замандарда әлі күнге дейін таспалары бар. Атаңыздың көзін көрмедіңіз бе? Мен өзім көзін көрген жоқпын. Әкеңіз де жырлай ма? Жоқ, бізде одан кейін әкесі қағаз қаралайтыны бар тұғын, кітабы шықты. Екі ұрпақтан кейін сізге беріліп отыр, иә? Немере атам ғой. Өнер ауысады деген осы ғой демек. Немере атам. Бәрекелді. Барлықтарыңызды кейін ұрпақтарыңыздың осы жолды қуғанын қалайтын шығарсыздар. Әрине қалаймыз. Енді есті өнерден енші алғанды кім қаламайды. Айдардың орындауында бір жырды тыңдап жіберсек? Қандай шығарма орындайсыз, Айдар, таныстырып кетсеңіз? Молда Дәулет деген ақын жырау атамыз өткен жастайынан кетті, сол кісінің Молда Дәулеттің термесі деген термесі бір соңғы берейін. Бәрекелді. Молда Дәулет сөз жаздай Аллаға пәрмен сұраған, озаған жүйрік емеспін, тілден бір өнер шығарған. Әбу Бәкір кердері айтқан сөзі мазалық халықтың шерін тарқатқан. Кетеде жүйрік шернияз қызыл тілмен құтылған,
Атасы байтақ жел сөзге қаптаған қара тұманнан, қара сақал ерімбет терең ойлы кісі екен, ойланып айтқан сөзінің нұсқасы шыққан Құраннан. Шораяқтың баласы өзі де молда болғасын, қолына қалам алғасын, Бұдырымбетте тең келген шектінің бағлан шайыры, Есменбет сөздер жазғанда қайғылы көңіл жұбанған. Ертеден шауып кеш көзған, ылдидан салса төс көзған, молда бәйім жақайым бәйгәдін даяқ шүп алған, әзір жауап кісі екен, қайрулы құлақ мылтықтай, жыр-жырла өтсе бітінбай, мерекеде сөз айтып, аузынан шыққан сөзінен әлім шөмен құралған. Жырауда шайыр кәрібоз ойланбастан сөз тауып, талшыбықтай бір алған, өзімнің көзім көрген жоқ, халық өтірік айтпаса, бүгінгі жүйрік нұр туған кем емес дейді ау солардан. Қарағанда бұларға ұқсамаған біз надан, шайырлық қайда біздерге, біз әшейін қалмаймыз әләләй айтқан ұраннан. Көгеше озған күн болдау алпамыс мінген, шұбардан ой. Ой, бәрекелді. Сау бол деп айтады сіздер жақта, жыр айтқанда. Ой, пәлі дейді, сау бол дейді, мың бол дейді. Осындай өнерпаздың делебесін қоздыратын сөз қаншалықты әсер етеді? Әрине, айтшу деген атанға қуат дегендей. Енді мен шамалы сөйлейін сіздің уақытыңызды алып. Мынау алшолат. Бірақ түрікпеннің немересінің тәтті бір жаңа жағынан уақыт берейік. Әрине, біз сол кем-кетігімізді толықтырып жіберсін деп күн соңына қалып отыр. Екі көзім сағатта қалып болып отыр өзі. Жоқ, сағатқа мүлдем қарамаңыз. Қарамай қойық па? Енді алшолат сынайды, ат ерді сынайды дегенде, енді ұзақ сапардан барынша сыр алдырмауға тырысып отырмыз. Ашылып әңгіме айта алмай жатсақ, сізге сергек атмосфера орната алмай жатсақ, алдын ала кешірім сұраймыз. Енді жаңағы мен айтқым келіп отқаны, мына жыршы жыраулардың бүгінгі енді негіз айтқымыз келгені, ертең қазақ концерт залында, Құдай қаласа, сағат 4-5-тердің шамасында біз өзіміз сол Ұлы дала жырлары деген үлкен немізді, кешімізді өткізсек деп отырмыз. Сіз өзі бағдарламаны бастағаннан өте өзекті сұрақтармен бастадыңыз, жырау және жыршы мәселелерінде дегендей. Бізде енді біз ғалымдық деңгейге жетіп қалған адамдар емеспіз, бірақ қазіргі мәселе жырау ма, ол орындаушы жыршы ма мәселе ол емес. Мәселе дәстүрлі өнерді арқалап жүрген азаматтардың публикасын қалыптастыру және кәсіби жетілдіру. Насихатталуы. Қазір енді өзіңіз білесіздер, жаһандану деген үлкен комбайн келе жатыр. Мына ұлттық рухани иммунитеті әлсіз ұлттарды тіпті мәдениетімен, менталитетімен қоса орып жіберіп жатқан кезде, сондай жаһандануға өзіміздің ұлттық бояуымызды сақтап, соларға қарсы тұрудың бірден бір амалы бұл біздің ұлттық өнеріміз, ұлттық мәдениетіміз, ұлттық құндылығымыз. Бүгінгі бағдарламада сіздің айтып отқаныңызда өте ауқымды сөздер, себебі жыраулар тарихтың тірі жәдігерлері. Бұл мен айтар едім, қазақ тарихының, қазақ ауыз әдебиетінің тең жартысын алып келген осы жыраулар, Алпамысты алып келген жыраулар, Қобыландыны алып келген жыраулар, Абылай ханның өмірін алып келген жыраулар, Бұхар жыраулардың сөзімен бүгінгі жетті. Демек, осы тарихты алып келген. Тарихтың шанағын сөйлеткен бірден бір тіл бұл жыраулар тілі. Сондықтан енді ол қазір қоғамдық формация өзгерген, өзіңіз білесіздер. Қазір жырау міндетті түрде биліктің басында отыру керек, ол қанға әңгімесін айту керек деген ол түсінікті алып тастауымыз керек. Ол заманда орда билер болған, рубасылар болған, солардың бәрі қайда деуге керек ол кезде. Сондай мәселелер туындай бастайды. Сондықтан мен ойлаймын, қазір жыршының да, жыраудың да кім екенін анықтайтын кез емес. Ең бастысы дәстүрлі термемізді, жырымызды айтып жүрген азаматтарды қолдап, соларға публика қалыптастырып, дәстүрлі өнердегі өкілдерін жаңа буын қалыптастыру керек, жаңа дәуір қалыптастыру керек. Сонда ғана халық бүтіндей, анау пәленше деген жырау, анау батыстың жырауы, анау ананың мақамын айтты, мынау пәленің жырын айтты, анау Қашағанның жырын айтты, мынау Ақтанның жырын айтты, Тұрмағанбеттің жырын айтты деп, халықтың өресі соған жеткен кезде жырау кім, жыршы кім, өзі-ақ оны айырып алады. Қазіргі мәселе, қазіргі біз мәселені басынан емес, ең аяғынан былай қарай көтеретін болдық.
бізге қазір жыршы, жырау кім, жыршы деген мәселе мүлдем керек емес. Мыналардың әрқайсысы профессор Алмас Алматовтың 20 жылға, 25 жылға жуық жұмыс істеген кафедрасынан білім алып шыққан шәкірттер. Әрқайсылары атаның мүлкін аманаттап мойындарына алған адамдар. Солар осы арқылы кәсібің сіңген тер нәсібің болсын дегендей, солар арқылы ұлтқа рухани азық сыйлап, сол өздерінің жұмыстарын маман ретінде сезінуге мұқтаж болып жүрген азаматтар деп аз айтуға болады. Себебі жыраулардың, жыршылардың тыңдармандарын қалыптастыру керек. Бірінші мәселе осы. Жырауларда сол кез қалыптасқан кезде тұтынушы болмайынша өнімнің сапасы күшеймейді. Сұраныс болмайды. Сол сияқты жырауларымыз кемелденген кезінде, халық өзі сұраған кезде, азаматтарымыз жақсы кәсіби тұрғыда дамыған кезде жыршы, жырау деген өзі шешіле беретін сұрақ қой деп ойлаймын. Марат, жалпы негізгі бағанадан бері хабарымыз басталғалы бері осы секілді бір арқалы әңгімелерді күтіп отырған едім. Өйткені жыршылардың өз ерекшелігі арқаланып сөйлейді ғой. Тек қана жыры ғана арқалы емес. Жадыр апай, сіз өте адамды әңгімеге ашық тарта білесіз және тамырын басасыз. Сөйлеуге келгенде. Күнсұлуға кезек береміз. Күнсұлуға кезек берейік. Күнсұлу айтсын. Күнсұлумен түйіндейік. Күнсұлудың әдемі мақалды жырымен хабарымызды түйіндейік деп отырмыз. Ертеңгі концерт тегін болатындығын тыңдармандардың естеріне салайық. Сондықтан ойлы жыр термеден нәр аламын десеңіздер, осындай күйбең тірліктің соңында жүргенде қуат аламын десеңіздер, ертең елордамыздың төріндегі Қазақстан концерт залына қарай ағылыңыздар. Сағат 4-те сырдың сүлейлері сіздерге арнап жырдан сыбаға тартады. Кезек Күнсұлуда қандай жырды орындаймыз? Қазір енді қазақта жақсы сөз бар ғой, түйенің өзі барда ізі жоғалмайды деген. Біздің енді дәл осы қазіргі ұлттық өнердің жолында жүрген өнерпаздардың басты мақсатының бірі бұл жоқ деген жерге бардың шырағын алып жүру. Сондықтан да қазіргі таңдағы 21 ғасырдың Гомері атанған жырау Алмас Алматов ағамыздың бір шығармасын орындап берейін. Ой, бәрекелді. Күннің сәні түнімен, бұлбұлдың сәні үнімен, қызықтырады қыранда алтайы түлкі түгімен. Топқа түссе толғаған шешеннің сәні тілімен, талабы таудай болғанмен ағаның сәні інімен. Отырмын менде ой толғап қиялдың шыңырау түбінен. Көңілім сандық көпшілік қашқан сөз осы шігінен. Ей қашқан сөз осы шігінен. Алқалап келген әлеумет шырау деп елге заты бар. Күтімсіз тұрған күмістің адам көрмес даты бар. Көңілім сандық көпшілік ғалымның жазған хаты бар. Текшелеп жиған сөздерім мал емес жұртқа сатылар. Перделеп айтқан сөзімнің адам көрмес даты бар. Жыраудың сөзін насихат кешегімменен бүгінге. Перделеп айтқан сөзімнің қорабасы түбінде. Қаз орнына қарғадай біздер жеттік бүгінге. Бәйгілі жерде шүйірік бар, сулы жерде сүйірік бар. Алқалап келген әлеумет шырауың жоқ деп түңілме.
жоқ деп түңілме, түңілме. Ой, бәрекелді. Күнсұлу, шығармаң аяқталып қойды ма, өзің бір жерінен үзе салдың ба? Жоқ, енді бұл Еділ мен Жайық дейтін бір үлкен толғау Алмас Алматов ағамыздың. Содан мен енді үзінді орындап бердім. Өйткені ол шығарма өте ұзақ. Кемінде сіздің бағдарламаңыздың жартысын алады уақытын. Бәрекелді. Олай болса, енді хабарымыздың аяқталуына 1 минуттай ғана уақыт қалды. Қоштасып үлгерейік, халықпен де, сіздермен де. Әрқайсыңыздың қазақтың ұлттық музыкасындағы орындарыңыз жеке дара, бөлік, мәртебелеріңіз асқақтай берсін. Рахмет. Қазақтың әр шаңырағында ән, күй, жыр әуелей берсін. Амин. Қазақтың ұлттық музыкасы дами берсін. Ертеңгі концерттеріңіз өз деңгейінде өтсін, халық лық толып отырсын деймін. Сіздердің барлықтарыңызға рахметімді білдіремін, алғыс айтамын, Алла разы болсын. Хабарды жүргізген Жадыра Жұмакүлбай, ал ар жақта отырып хабарымыздың дыбысын реттеген Ербол Ерсінұлы. Аман болыңыздар. Рахмет. Рахмет, сау болыңыздар.